Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Past Perfect. Past Perfect ол аты айтып тұрғандай, өткен шақтағы өткен шақ. Яғни, өткен шақта болып өткен іс-әрекеттің оқиғаның алдында болған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Ал оның жасалу жолы мұндағы subject ол бастауыш, had көмекші етістігі және қасына verb 3, яғни үшінші формадағы кез келген етістік ол дұрыс болсын, дұрыс емес болсын жазылады. Ал object ол толықтауыш. Мысалға, I had drunk coffee when she came. Ол келген кезде мен кофені ішіп қойған болатынмын. Бұл сөйлемде had көмекші етістігі және drunk ол drink етістігінің үшінші формасы. Дұрыс емес етістік. Екінші мысалы, Almira had lived in Astana before she was 10. Almira 10 жасқа дейін Астанада тұрған. Енді осы past perfect шақ жақтарға қарай қандай өзгеріске ұшырайды? Past perfect шақтағы етістік жақтарға қарай ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Бірінші жақта, мысалға, I had gone home. Мен үйге кетіп қалған едім. Бұл сөйлемде had көмекші етістігі және gone ол go етістігінің үшінші формасы. Екінші жақта you had gone home. Сен үйге кетіп қалған едің. Үшінші жақта, мысалға, she had gone home. Ол үйге кетіп қалған еді. Ал көпшіл түрде, мысалға, they had gone home. Олар үйге кетіп қалған еді. Келесі кезекте, осы past perfect шақтағы етістік сөйлемнің болымды, болымсыз, сұраулы түрлеріне қарай қандай өзгеріске ұшырайтындығына зер салсақ. Болымды сөйлем кезінде had көмекші етістігі және үшінші формадағы негізгі етістік жазылады. Мысалға, Айдана had spoken to me when Алдияр left. Алдияр кетпесінен бұрын Айдана менімен сөйлескен болатын. Ал болымсыз сөйлем кезінде had көмекші етістігінің жанына not көмекші сөзін қоямыз. Мысалға, Айдана had not spoken to me when Алдияр left. Алдияр кетпей тұрып Айдана менімен сөйлескен жоқ еді. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін біз had көмекші етістігін сөйлемнің басына шығарып жібереміз, ал үшінші формадағы негізгі етістік өз күйінде қалады. Мысалға, had Айдана spoken to you when Алдияр left. Алдияр кетпестен бұрын сенімен сөйлескен бе еді? Енді қолданылу жағдайларына келсек, осы past perfect шақ сөйлемде қандай кездерде қолданылады? Оның екі түрлі жағдайы бар. Бірінші жағдай experience in the past, яғни өткен шақта ілгеріде бұрын орын алған іс тәжірибені сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, Абылай had been to Korea before he entered our school. Абылай біздің мектепке түспес бұрын ол Кореяда болған. Ал екінші жағдай action before the past action. Өткен шақта болған іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекетті сипаттау. Мысалға, I had liked your video when you finished. Сен сөйлеп бітпестен бұрын сенің видеоңа лайк қойдым.